Бесінші бөлім тарихи тұлғалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тарих қойнауында деп аталады. Оқу мақсаты мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау, тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру. Тыңдалым. Зер салып мұқият тыңдаңыздар. Ұлт тарихы бейне бір ұшаң теңіз, оған нәр жеткізіп тұратын өзендері мен жылғалары болатыны әрине түсінікті. Түрлі мамандық иелерінің қаламынан шыққан бей батырларымыз, жақсы жайсаңдарымыз туралы еңбектер аталған қорек көздерінің бірі іспетті. Оларды ғылыми тұрғыдан барынша сараланып, екшелегендерін ұлттық тарихымызды толықтыру ісіне жаратудан ұтылмасымыз анық. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бабаларын қалтқысыз қастерлей білген халық балаларының болашағында қапысыз қамдай алмақ деген қанатты сөзі бар. Ендеше бабаларымыздың жарқын істерін насихаттау, бесігіміздің бүтін, жеріміздің тұтас, тіл мен діліміздің түптеп келгенде тәуелсіздігіміздің мәңгілік болуының басты кепілі. Өскелең ұрпақтың бойында отан сүйгіштік, ұлтжандылық қасиеттерді қалыптастыру, елдің тәуелсіздігін қастерлеуді үйрету үдерісінің бастау бұлағы отбасы. Демек, жас өскінді ұлан байтақ жерімізді білектің күші, найзаның ұшы, ақылдың амалымен сақтап, бізге жеткізуге үлес қосқан ата-бабаларымыздың өміршең үлгі өнегесін сіңіру арқылы тәрбиелеу ең абыройлы міндетіміз болып қала бермек. Тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бабаларын қалтқысыз қастерлей білген халық балаларының болашағында қапысыз қамдай алмақ деген сөзін қалай түсінер едің? Кімдерді ұлы тұлғалар дейміз? Ата-баба мұралары туралы не айтар едің? Біз үшін ең маңызды мұра деп нені бағалайсың? Тапсырма орындаңыз. Мәтін мазмұнынан алынған сөз. Демек, жас өскінді ұлан байтақ жерімізді білектің күші, найзаның ұшы, ақылдың амалымен сақтап, бізге жеткізуге үлес қосқан ата-бабаларымыздың өміршең үлгі өнегесін сіңіру арқылы тәрбиелеу ең абыройлы міндетіміз болып қала бермек деген елбасының ойын өз ойыңызбен түйіндеп көріңіз. Бүгінгі сабағымыздың тілдік бағдары көнерген сөздер. Көнерген сөздер күнделікті қарым-қатынаста сирек қолданылатын, бірақ тілдің сөздік қорында сақталған көпшілікке түсінікті сөздер. Көнерген сөздер дәрежесі бойынша мағынасы түсініксіз сөздер. Мағынасы түсінікті, бірақ сирек қолданылатын сөздер болып екіге бөлінеді. Көнерген сөздер көнеру сипаты мен тілдегі қолданылу ерекшеліктеріне қарай екіге бөлінеді. Тарихи сөздер және архаизмдер болып. Тарихи сөздердің көнеруі лауазымдық атаулардың, қоғамдық құбылыстардың жойылуымен, сондай-ақ әскери қару-жарақ, өндірістік құрал-жабдықтардың қолданыстан шығып қалуымен байланысты. Мысалы, болыс, сұлтан, барымта, айбалта деген сөздер соған дәлел бола алады. Архаизмдер халықтың күнкөріс тіршілігіне, салт-санасына, тұрмысына, әдет-ғұрпы, дүниетанымына қарай әр дәуірде өзгеріп, басқа сөздермен ауысып, ескіріп, пайдаланудан бір жола шығып қалған сөздер. Оған дүрия, патсайы, биқасап, саптаяқ, жаушы деген сөздер мысал бола алады. Бүгінгі сабағымызды бағдаршам әдісі арқылы қорытындылаймыз.
Пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Зейіндеріңіз ашылсын. Сіздерге қайырлы білім болсын.